Бүгін бізде мектепте қойылым болды. Күшті! Тима, қойылым ғажап болды. Өмірімде ондай әдемі декорация көрген емеспін. Солай ғой, Сұлу? 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 Не болды? Сені біреу ренжітті ме? Өкінішті. Лала, мұнда не деп жазылған? Жоқ, оқымаңдар, бұны тағы бір рет көтере алмайым. Мұндай мұңды кітапты не үшін оқисың? Мысалы маған ханшайымдар мен айдаһарлар туралы ертегілерін айт. Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш туралы ертегі. О, біздің Сұлу сияқты. Жыламап кетай. Баян Сұлу жайлы өз ертегімізді ойлап табамыз. Міне қараңдар, бұл театр кесінісі. Міне сахна, көрермендер, актерлер. Тамаша, Сұлу, сен актриса боласың. Не? Бірақ мен ойнай алмайым. Ей, мен актер болғым келген. Тима, бас кейіпкердің аты Баян Сұлу. Демек, оның рөлін Сұлу сомдайды. Неге? Неге сен бастық болып жүрсің? Қойылым қояйық деген менің ойым. Сондықтан мен бастық болам. Ал сен бізде жарық берушісің. Ешқашан. Оның қалпағы жасыл екен. Келсем. Онда мен декорацияларға кірісейін. Мам, сосын қалай еді? Қазір жаным, Қозы Көрпеш күн санап емес, сағат санап өсті. Қозы Көрпеш түн... Ой! Тима! Не? Үйреніп жатырмын. Жасыл қалпағымды күтіп тұрмын. Режиссер бос емес. Жаным, камераны қайтесің? Алғашқы қойылымымыз естелік болып қалсын. Ал, бастаймыз ба? Қозы Көрпеш? Мен ұмытып қалдым. Ештеңе етпейді, Айсұлу. Қазір тағы бір рет қайталаймыз. Бәрі жақсы болады. Солай ма, режиссер? Режиссер қайда? Айдаһарды қандай түспен боясам екен? Жасыл қылсам ба? Лалагүл, ол ертегіде айдаһар болмаған сияқты. Онда не болғанын білмеймін. Оқыған жоқ. Меніңше, Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш үйленіп, айдаһарға мініп, ұшып кетеді. Солай ма, Сұлу? Сұлу! Қане, басынан бастайық. Мынау не тағы? Кешіріңдер. Жоқ, Темірхан, бұл тамаша шешім. Болды, шешімнің бәрін режиссер қабылдайды. Қазір декорацияларды аяқтап алуым керек. Ал сендер... Папа, декорациясы сахнаны түсірме. Сұлу, дұрыстап ойнай аласың ба? Мама, жарайсың, жалғастыра бер. Тима, сен... Тима! Бұзықтықты дұғар! Міне, жасыл қалпағымды сол бойы ала алмадым. Мүлде түсінбеймін. Енді не істеймін? Менің ойымды бөлме. Қазір жұмысымды аяқтап алып айтам. Қандай қиын. Сұлу, ең болмаса 5 минут жыламай отыра аласың ба? Бірақ, Лалагүл, сен режиссерсың ғой. Сен нұсқаулар беруің керек. Бірақ... Десе де, айдаһар артық болады, жаным. Бірақ... Мама, 5 минут деген көп пе? Бірге санайық. 1, 2... Сондай мұңды, мұны ойнай алмайым. Бәрі дұрыс, жаным. Режиссерге сенім арт. 82... Жоқ, жаным. Одан кейін 17. Қолымнан келмесеші. Маған жасыл қалпақ қашан бересіңдер? Жетер енді! Үзіліс жасайық. Сонымен, мына карточкаларда түрлі мамандықтар бейнеленген. Олардың бәрі өте қызық әрі маңызды. Әрқайсымыз ең қатты ұнаған карточканы алайық. Дайынсыңдар ма? Бірақ мен біреуін таңдай алмайым. Жаным, өзіңе қайсысы көбірек ұнайды? Мен ғажап қойылым шыққанын қалаймын. Мектепте көргендей. Ал қойылымда саған не көбірек ұнады? Декорациялары. Маған ең қатты ұнағаны декорациялары. Тамаша емес пе, жаным? Кейде айналысып жүрген ісіміз шын қалайтын нәрсеміз болмай жат. Бірақ әртүрлі салада бағыңды сынап көргенде тұрған ештеңе жоқ. Шынымен не жақсы көретінімізді басқа қалай түсінеміз? Сол кезде Баян Сұлу ұзын өрімдермен қош айтысып, зұлым құдарды құдыққа тастайды. Ақыры Қозы Көрпештің кегі қайтарылды. Ал Баян Сұлу күннің батқанын тамашалап отырады. Тима, сенің кезегің. О, әсем Баян Сұлу, сенің батыл әрекетің мені қайта тірілтті. Енді бірге болып аспанды бағындыра аламыз. Керемет, Лала, айдаһар дайын ба? Дайын. Алақай, енді айдаһар шықсын. О, Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу айдаһармен серуендеуге кетті. Олар бақытты ұзақ ғұмыр кешті.
ақыры келді-ау. Келді ме? Әке, анашым, амансыздар ма? Әжем мен атамның үйінде қонақ болғандан атам. Тима, олар есінде жоқ па? Уайымдама, бауырым, олар күшті кісілер. Әжем аздап бұрымшыл, бірақ әлемдегі ең тәтті бауырсақ пісіреді. Ал атам керемет хикаялар ойлап табады. Сұлу үнемі сеніп қалады. Бұл жолы сенбейм, жақсылап дайындалдым. Енді атам мені алдай алмай. Жаным-ау, мынаның бәрін оқу үшін бір жазда жетпейді ғой. Көріспегелі көп болды. Әке? Бізге сирек келетін болдың ғой, балам. Із-түзсіз кеткеніңе 10 жыл болды. Өткен аптада ғана азық-түлік әкеп едім ғой. Ал мынау кім? Анашым! Неткен шаруа қор едің? Әкел мына тамызықты үйге апаруға көмектесейін. Тамызық? Ақыры келдің ау, жаным немерем, Әмина. Менің атым Лала. Сенің атыңды Әмина деп қояйын дегенімізді айтпап едім. Ол жылы перзентханаларда Әминалардың көп болғаны соншалық ол есім бітіп қалды. Сөйтіп басқа ат таңдауға тура келді. Не? Ондай бола ма? Балалардың басын қатырма, тамақ ішейік. Тамақ ішеміз. Алақай. Өте дәмді. Ақылдым сол, жеп бітір Лала, әйтпесе күйеуің көріксіз болады. Ал мен әзірше біздің шежіремізді көрсетейін. Ойбу, сағат неше болды? Кетуің керек сияқты. Не? Қазір ме? Үйге ме? Папа! Уайымдамаңдар жандарым. Мамаларың екеуміз күн сайын хабарласып тұрамыз. Сөз берем. Байғыз балалар, әкелерің бір жола кетіп барады. Не? Жоқ. Табалдырықта топырлап тұрмаңдар, жамандық шақырайын деп тұрсыңдар ма? Олай емес, ана. Емес, әже. Мынау менің кішкентай кезім, ал мынау менің әжем. Олар отбасымен бірге көшіп қонып жүретін. Күшті, ал мынау кім? О, бұл біздің атаңызға айналған бабамыз. Оның аты Бөрібай Бекзат Бөрі. Ол сендердің арғы аталарың. Мәссаған, Сұлу, екеуің ұқсайды екенсіңдер. Демек, Сұлу бөрі ме? Әрине Бөрі. Bir күні ол жолда бір хатты тауып алып, өздеріне шабуылдайын деп жатқанын біліп қойды. Сөйтіп ауылын тау жаққа алып кетті. Алғыс ретінде оған бір сандық күміс беріпті. Ол сандықты көміп тастады. Қиын қыстау күнге деп. Сол кезден бері ол қазынаны ешкім көрмеген. Демек біз оны таба аламыз ба? Онда сол қазынаны табайық. Міне келдік. Бөрібай қазынасын дәл осы жерге көмген. Мүмкін емес. Дәл сол жер. Сіздердің бақтарыңыз ба? Ата, бұл тағы да әзіл ме? Ешқандай да әзіл емес. Мен бұл жердің бәрін қаздым, бірақ қазынаны таба алмадым. Қазу дейсіз бе? Мен де қазам, бола ма? Әрине болады. Жақсы қазына іздеушіге жақсы құрал сай. Бөрібайдың немересі екені көрініп тұр. Сұлу? Сұлу, сен неге бізбен бірге іздемейсің? Себебі іздейтін түк жоқ Лала. Ешқандай да қазына жоқ. Атам бізді тағы да алдап соқты. Бірақ Сұлу, атамыздың көңілімізді көтеру үшін әзілдеген ғой. Кейде мен де сеніп қалам. Арасында қылжақтаудың несі жаман? Әже, қараңыз, мұрным картоп болып кетті. Оны түзету оп-оңай. Міне. Жоқ, мұрным. Сенікі дұрыс шығар, Лала. Мен әзілді шындап қабылдаған сияқты. Таңғаларлық түгі жоқ. Ата-аңызға айналған қасқырлар үнемі ақиқатты анықтайды. Шығысқа қарап тұрған ақ тасты ізде. Лала, бұл жерде қазынаның қайда жасырылғаны жазылған ғой. Жылдам бәріне айтып беру керек. Не тапқанымызды қараңдаршы. Бөрібай суреттің артына жұмбақ жасырыпты. Мүмкін емес, тезірек оқсаңшы. Бұл жерде шығысқа қараған ақ тасты ізде делінген. Шығыс деген қай жақ? Ана жақ. Бірақ ол жерде ештеңе жоқ қой. Әрине, себебі ол шығысқа қарап тұр ғой. Міне ақ тас. Ал керек болса, әрі қарай не жазыпты? Раушан ағашы тамырының арасында іздеген нәрсеңді табасың. Бұл жерде бір қателік бар сияқты. Бағымызда раушан ағашы болса, бірден байқар едім. Бұл жерде раушанның иісі де жоқ. Расымен де, мынау қандай ағаш болған? Пальма болды ғой деймін. Ол алмұрт болған. Алмұрт жеміс ағашы. Раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Демек, қазамыз. Бұл түрімізбен Бразилияға дейін қазамыз. Қадірлі қонақтарымызға қандай ас ұсынамыз? Сұлу, тезірек ақ. Қараңдар, ішінде хат бар екен. Бұл Бөрібай бабамыздың хаты. Онда не жазылған екен, Сұлу? Мүмкін емес. Бұл жерде қазына қарғысқа ұшыраған депті. Мүмкін емес. Шын ба? Жоқ, бұл наурыз көжені дайындау әдісі. Бабаларымыздың қазынасы деп осыны айт. Жандарым, бауырсақ пісіріп әкелдім. О, бауырсақ. Жандарым, әке шешелерің наурызға келмейтіндіктен мұңаймаңдар. Тәтті жесе қалай қарайсыңдар? Бүгін қандай түн екенін білесіңдер ме?
әке-шешем жұмыстан босай алмай жатқан кезекті түн бе? Жоқ, жаным, бүгін сиқырлы түн. Ең қатты армандайтын тілектеріңді тілейтін түн. Иә, олар міндетті түрде орындалады. Яғни, оларды бір кісі орындайды. Наурыз бойы Қыдыр ата есімді сиқырлы қария үйлерді аралап жүреді. Кім? Оның тұрғандай? Оның ба? Қыдыр ата кез келген кейіпте келуі мүмкін. Қыдыр ата екенін қалай білеміз? Еш қалай. Жай ғана тәртіпті болып, әр қонақты жақсы күтіп алсаңдар болды. Қош келдіңіз, құрметті қонақ. Дастарханға отырыңыз, қысылмаңыз. Сүйікті жарым бәрімізге дәмі тіл үйретін бауырсағын беріп жатыр еді. Ата, бұл кезекті әзіліңіз бе? Жоқ, бұл ертеден келе жатқан аңыз, жаным. Өткен жылы біз адасып жүрген туристі қонақ еткенбіз. Ол маған мына термосты сыйлады. Жақсы термос алсам деп үнемі армандаушы едім. Қыдыр ата оны біздің үйде әдейі ұмытып кетті. Ойлаңдаршы. Қайырлы түн, балалар. Тілек тілеп, көздеріңді жұмыңдар. Жақсылап ойланып алыңдар. Мұндай мүмкіндік жылына бір-ақ рет беріледі. Мен балаларға арналған опадалаптан бас тартпас едім. Сен ше, Тима? Ал мен жасыл трактор алғым келеді. Жоқ, жасыл жүк көлік. Жап-жасыл басқару пультімен. Әлбетте. Сұлу, ал сен қандай тілек тілейсің? Мен оны ертең ойлап көрермін. Қайырлы түн. Қыдыр ата, келдіңіз бе? Не болды? Ол осында. Бұл Қыдыр ата, ол келді. Қыдыр ата? Мен ұстаймын. Оп! Абайла, қанатын сақында болма. Қыздар, тезірек тілек тілеңдер. Жоқ, тілеп үлгермедім. Уайымдама, Тима, ол бәрін естігеніне сенімдімін. Қатты айғайлағаның соншалық. Енді нен армандайтыныңды бүкіл ауыл білет. Жарайды. Қыдыр ата келеді деп мүлдем үміттенбеген едім. Шыдай алар емеспін. Қыдыр ата кез келген сәтте келуі мүмкін. Тіпті дәл қазір. Тима, ұйықтайықшы. Қыдыр ата ойынын ертең ойнайық. Қыдыр ата демалып жатыр деп ойлаймын. Шынымды айтсам, мен де демалуға қарсы емеспін. Папама бізбен бірге Қыдыр атаны күту ұнар еді. Мамам да әлі келмейді. Сәлем, жандарым. Мама? Неге ұйықтамай жатырсыңдар? Бірақ мамам келе алмайым деп еді ғой. Бәлкім, бұл Қыдыр ата шығар. Қыдыр ана. Шынымен сол болса, оны жақсылап күтіп алуымыз керек. Төрлетіңіз, отырыңыз, Қыдыр ана. Қыдыр, кім дейсіңдер? Сізге ең жұмсақ төсек дайындап қойдық. Рахмет, шынымен жұмсақ екен. О, әкеліңіз, мына қапты мен алайын. Ішінде заттар бар. Ол аман сау тұрады, сөз берем. Ал мен үнемі сөзімде тұрам. Айтпақшы, биыл мен өте тәртіпті болдым. Көп сурет салдым, әке-шешеме көмектестім, бауырыма да. Иә, Тима? Қыдыр ана, мен де тәртіпті болдым. Міне, мынау сізге. Дәмін көріңіз. Рахмет, жаным. Оны қайдан? Қыдыр ана, одан да менің суымды алыңыз. О, менің көрпемді де. Міне, шәркемді алыңыз. Ұялмаңыз. Оны сәл ғана шайнадым. Рахмет, балалар. Сондай сүйкімдісіңдер. Иә, біз барымызды салдық. Сыйлықтарымызды тезірек алғымыз келеді. Сыйлық? Қандай сыйлық? Не? Лала, ол бәрін естіді деп едің ғой? Сима, доғар. Әдепсіздік танытпа. Мен опадалап алғым келеді. Алмаған, жасыл жүк көлігі, жасыл басқару пультімен. Саған ше, сұлу. Мен әке-шешеміздің Наурызға келгенін қалаймын. Расымен де. Бүгін келеміз деп уәде еткен, бірақ келе алмады. Мамама барғым кеп тұр. Тіпті жасыл жүк көлігінен де қатты. Кешіріңдерші балақайлар. Аналарың екеуміз көңілдеріңді түсіргіміз келген жоқ. Қыдыр әке? Жоқ, жандарым. Уайымдатқанымыз үшін кешіріңдерші. Мама! Корпоративте сәл бөгеліп қалдық. Есесіне сыйлық алып келдік. Кезбе жолаушыны паналатасыңдар ба? Әлемді ұзақ шарлағаным соншалық әлім қалмады. Термосымды да жоғалтып алған сияқты. Оны қай жерде тастап кеттім екен. Бәріне қайырлы таң. Қайырлы таң, балалар. О, неткен үлкен қыз. О, үлкен қыз, қыз! Иә, қазіргі ұшақтар өте үлкен. Аташым, ол ұшақ емес, ол қыран. Әже, не істеп жатырсыз? Құрт жасап жатырмын, алтыным. Құрт деген не? Құрт тұздалған және кептірілген сүзбе. Орта Азия халықтарының дәстүрлі тағамы, ал кейіннен тарала бастаған. Әже, сізге көмектессем бола ма? Әрине, күнім. Бірге жасайық. Былай. Айтпақшы, Лала бәрінен күшті жасайды. Лаланың полимерлі балшықтан жасаған мүсіндері қалалық байқаудан бірінші орын алған.
қойыңдаршы, соншалықты қиын болған жоқ. Менің немерелерім алтын ғой. Лалагүл, онда сен әп-сәтті үйреніп аласың. Ұста. Даян, ең үлкен құрт атама. Мұндай құрт атаңа ұзаққа жетеді. Әже, менікі қисық шығып жатыр. Уайымдама жаным, үйреніп аласың. Түйірнан тамшы тер. Мен барып Тимамен ойнайын. Лала, бізбен бірге барасың ба? Мен құрт жасай берейін. Жарайт, біз бақта боламыз. Ұмытпаңдар, құрт бір апта бойы кептіріледі. Не? Бір апта? Иә, кейбіреулеріне бір айда жетпейді. Бірақ әже, ол уақыттың ішінде құртқа кез келген нәрсе болуы мүмкін ғой. Уайымдама Лалагүл, сенікі қазірдің өзінде жақсы шықты. Ал меніңше, әлі онша емес. Ештен етпес. Әлі бәрін бітіргенше уақытым бар. Дайын, қайсының дәмін бірінші көреміз? Менің құртымның дәмін көріңдерші. Сонымен, мынаны Тима жасады. Атасына. Барымды салдым. Мұндай керемет құртты қалай жейміз? Әже, менің құртымның дәмін көріңізші. Әрине жаным, қане қалай шықты екен? Өте дәмді, бастысы сондай ерекше. Ал Лаланың құрты қайда? Оны қыран шоқып жеп қойған сияқты. Міне тұр ғой. Қайда, көрсетші. Неткен керемет. Бұл өмірімде көрген ең ғажап құрт. Лала, тіпті сүзбеден жауһар жасай аласың. Қойыңдаршы, өтірік мақтамаңдар. Әжемдікі сияқты мінсіз емес екенін білем. Ол кедір-бүдір, топ-томалақ та емес, дәмсіз. Оны қазір көреміз. Дәмі тілерет, Лала. Қане мен де дәмін көрейін. Маған да беріңдерші. Әй, маған да қалдырыңдар. Жұп-жұмсақ әрі ауыз қуырады. Ал керек болса, ауызға салсаң ел. Лала, ғажапсың. Сөзсіз дарының бар. Лала бәрінен күшті жасайды. Тима дұрыс айтады жаным, өзіңе тым қатал болма. Тіпті сен бастапқыда ойлағандай шықпаса да, жаман шықты деген сөз емес. Бір нәрсе істегенде бастысы өзіңе наса болды. Бәріңе рахмет. Келесі жолы тағы да бірге жасайық. Әше, енді не істейміз? Әй Сумақай, немеремнің құртына тиісуші болма. Бірақ жабайы табиғатта қырандар құрт жемейді ғой. Дүрлікпеңдер балалар. Бастысы қатты дауыс шығармау керек. Алақа!